Сәлеметсіздер ме, құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге баласынан безген әйел туралы әңгімені әңгімелеп беретін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Бірде әуестің анасы Балапан: біздің үй жақта бір қыз бар, өте пысық қыз екен, Ернұрға алып берсеңдер қайтеді деді. Амандық пен әуес қызды көруге барады. Қыз ерлі-зайыптылардың көңілінен шықты. Ернұр тұла бойы тұңғыштары, ұлдарының аяқтануына екеуі де іштей тілеулеседі. Ернұрды ертіп барып қызды көрсетеді. Қыз Ернұрдың да көңілінен шыққан сияқты. Ернұр қызбен 10 шақты күн сөйлесіп жүріп, үйленуге ұсыныс жасайды. Қыз келіседі. Сөйтіп екеуі үйленеді. Амандық пен әуестің қуаныштарында шек жоқ. Тұңғыштары шаңырақ көтерді. Келінді болды. Үлкені аяқтанса, қалғандары да ағаларының жолмен жүретіні аян. Алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба сонда жүреді деген. Келін Панар 3 рет босанып, үшеуі де шетінеп кетті. 4-ші немере туғанда шешесінің терезесінен шығарып, ақысын беріп сатып алды. Әбу-Нәсір деп ат қойды. Әбу-Нәсірге 3 ай толғанда бір күні Панар 3 түгелі жоқ болды. Қайда баратынын да айтпаған. Бұлардың іздемеген жері жоқ. Бірде әуестің сіңілісі Дәмегүл Алматыға барады. Бір жерде Панарды көріп қалып, артынан қуып барып жөн сұрайды. Панар сонда да жөнін айтпайды. Оның мекен жайын алады. Соңынан Ернұр барып алып келеді. 6 ай бойы қайда, не істеп жүргенін күйеуінен де жасырады. Ернұр ата-анасына бөлек шыққылары келетінін айтып рұқсат сұрайды. Талғарға барып жұмыс істеймін дейді. Алдымен Ернұр мен Панар Талғарға барып пәтер тауып келеді. Сөйтіп бөлек шығады. Амандық пен әуес бір айдай уақыт өткенде қалай тұрып жатқандарын білуге Талғарға баласының үйіне келеді. Ернұр Маралсай деген жерде құрылыста істеп жүр екен. Ата-ана байғұс бұларға бір табан жақындамақ боп келгеннен Талғар ауданының ауылына көшіп келеді. Ата-анасы сол жерде үлкен үй салып алады. Әуес базарда шекілдеуік сатып, Амандық болса ержеткен балалармен совхозда жұмыс істейді. Бірде шемішке сатып отырса, қасына Ақжеулей келіп тоқтайды. Әуес құдағиының сіңлісінің күйеуін тани кетеді. Солармен бірге үйге келсе, Әбу-Нәсір немересі отырады. Амандық та үйде болатын. Ой, біздің кішкентай қайдан жүр? Деп немересін көтеріп алып сүйе береді. Сөйтсе, әңгіме былай болыпты. Бірде Панар Әбу-Нәсірді көршісінікіне әкеп, базарға барып келейін, сіздеркісінде отыра тұрсыншы, деп тастап кетеді. Көршісі баланы 2 күн қарайды, шешесі келмейді. Панардың шешесінің сіңілісін таниды екен, ақыры соған апарып береді. Шешесінің сіңілісі 10 күндей қарап, келмеген соң атасы мен әжесіне әкелген екен. Ернұр жұмыстан шығып үйге келді. Олар енді Алматы шетіндегі Ұлжан шағынауданына көшіп келіп үй салады. Дорожник деген жердегі мектепте Әбу-Нәсір 1-ші сыныпқа барды. Директоры орыс екен. Қазақша судай ағады. Директор әуесті кабинетіне шақырып, немереңізге әлеуметтік көмек аласыз ба деді. Алмаймын. Ендеше былай етіңіз. Шешесін іздеп табыңыз. Баласын ала ма, алмай ма, алмаса қолхат берсін. Төлқұжаттарының көшірмесін берсін. Бір мұғалім қызды әуеске қосып берді де, мына кісіге құжат жасайтын жерді көрсет деді. Панардан қолхат алу үшін әуес оны іздеуге шығады. Ұзын құлақтан бір ауруханада істейтінін естіген. Аурухананың біразын сүзіп шығады. Бір танысы Панарды облыстық ауруханадан көрдік деген соң сонда барады. Кадрлар бөлімінің бастығына барып келін іздеп жүргенін айтады. Архивте 3 күн ақтарып әзер табады. Нұрлан деген жігітке күйеуге шығыпты. Ол да осы ауруханада құрылыста істейді екен. Кадрлар бөлімінің бастығы әлгі жігітті шақырып береді. Жігітке әуес Панардың күйеуі бар. Оған қалай үйлендің дейді. Анау ажырастым деген деп қарап тұр. Өзің бұрын үйленіп бе едің? Үйленгенмін. 2 қызыммен ажырастық. Әпкеме жездемсай демекші бір-біріңді тапқан екенсіңдер ғой. Менің үйіңе баста, әйеліңмен сөйлесуің керек, дейді. Жігіт әуесті үйіне ертіп барып, өзі кетіп қалады. Панар төсекте баласын емізіп отыр екен. Әуесті көргенде түрі құп-қу боп,
тілі байланып қалғандай бір ауыз тілге келе алмады. Әуестің бір аяғы іште, бір аяғы сыртта. Панар, неге үндемейсің? Ернұр қайтыс болған. Әбу-Насырды өзің аласың ба? Соны білейін деп келдім. Әйел не я, не жоқ деместен отыра берді. Егер маған қалдырсаң, қолхат бер. Паспорттың көшірмесін бер. Мен сенің ошағыңды ойранайын деп келгенім жоқ. Тастай қашқан балаңды мектепке беріп, құжаттарын түгендеумен жүрмін. Бірақ ол күні ештеңе бітіре алмайды. Төлқұжаттың көшірмесін сұрап, 4 ай сенделеді. Ең соңында кадрлар бөлімінің бастығына келіп, әлгі Нұрлан деген жігітті шақырып беруін өтінеді. Шақырып береді. Ашуға булыққан әуес, мені осынша қаңғыртқандарың үшін мен де аямаймын сендерді. Сені жұмыстан шығартамын, әйеліңді аналық құқығынан айырамын. Ол баламен ажыраспай тұрып-ақ сенмен үйленіп алған, туған баласын тастап кеткен дейді. Апатай, осы жұмысқа әзер орналасып едім, қолхатты мен жазып берейінші деп жалынды. 10 күннен кейін келемін, қолхатты алып дайындап қой деп кетті. Айтылған мерзімде үйлеріне барады. Панар 180 градусқа өзгерген. Апа, келіңіз, жоғары шығыңыз деп бәйек болады. Қызылдап шай құйды, ішкісі келмеген, бірақ асты қорлау күпілдік. Әбу-Насырды ерте барған, бірақ бетінен сүйген де жоқ. Әбу-Насыр ме? Деді де қойды. Қазір сол Панардың бір ұл, бір қызы бар екен. Қызы биыл 19-ға келіпті, параличпен ауырады екен. Еш кінәсі жоқ қаршадай сәбидің көз жасына қарамай тастап кеткен тасжүрек шешенің зардабы баласына тиген шығар деп ойладым дейді әуес. Кезінде Ернұр ұлыма қайта үйленсеңші, қашанға жүре бересің дегенімде үйленбеймін, өзінен тумаған балаға бөтен әйел қараушы ме еді. Балама ешкімге шапалақ салдырмаймын деген еді. Өзі 1 жылдан кейін дүние салды. Сөйткен Әбу-Насыры әжесінің жетелеуімен мектепті жақсы бітірді. Университетке түсіп, оны да ойдағыдай тамамдады. Былтыр отбасын құрды. Қазір әжесінің қамқоршысы. Өкінішке орай Әбу-Насырдың қызығын атасы амандық көре алмады. Құрметті Қызықты әңгімелер каналының оқырмандары, егер менің әңгімем ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.